әңгімені бастамас бұрын, арнаға тіркеліп пікір қалдырып кетіңіз. Дана халқымыз басыңа іс түспей, ештеңенің байыбына жете түсінбейсің деп дәл айтқан ғой. Кедейдің жайын бай кісі, дәулетті кісіні қарабайыр адам ешқашан түсіне алмайтыны секілді, өзіңде бар нәрсенің ғана қадіріне жетіп, жай күйімен таныс бола аласың. Кейде шыны керек, бардың да қадіріне жете алмай, қолдан кеткен соң, оны бағалайтынымыз өкінішті. Өмірге кілең қыз бала келген аналардың жайын жақсы түсінемін. Тұрмысқа шығып, ақ жаулық жамылғанымда тым жаста емес едім. Өзімді өзім қолға алып дербес тұлға болып қалыптасқан кезім. Яғни мен 25 жасымда қолыма диплом алып, өзіме лайықты қызметке орналасып, әке-шешеме де көмек қолын соза алатындай жаста едім. Бірақ қыз баланың жолы қашанда жіңішке емес пе? Оның ең басты мақсаты қызмет, мансаптан гөрі, уақытылы тұрмысқа шығып, ана атану, ұрпақ тәрбиелеу. Сондықтан да менде тұрмысқа шығу басты мақсатым деп білдім. Жұмыс барысында танысқан жігітпен сөздеріміз жарасқан соң, уақытты көп созбай үйлену туралы шешімге келдік. Ата-аналарымыз да біздің таңдауымыздың қателік болмайтынына сенді. Өйткені екеуміз де жас емеспіз, өмір көріп, ыстығы мен суығына ысылған жандармыз. Үй болудың басты мақсатында түсінеміз. Ол менен 5 жас үлкен жігіт болатын. Жұмыс істеп жүріп қаншама бойжеткендермен танысса да, мінез, құлықтар мен таным түйсіктері бір жерден шықпаған отбасы болудың да реті келмей жүрген жігіт екен. Орда бұзатын жасқа келсе де, өзіне жар боларлықтай лайықты қыз таба алмай жүргенде мен жолығыппын. Әрине, бұл кезде жігіттің ата-анасы да үйленбей жүрген ұлын қыспаққа ала бастаған ғой. Мен жайлы оларға айтып қуантқан соң, олар асықтырған. Бір айдың ішінде бас қостық. Менің әке-шешем де қамсыз қалған жоқ, той жасап шығарып салды. Біз отбасында 5 қыз өстік. Әрине, отбасындағы ол баланың орны бөлек екендігін жақсы түсінемін. Бірақ әкем анама осы туралы әңгіме қозғап, оны кінәлап ешқашан көңіліне қаяу салған емес. Ол үнемі қыздарын еркелетіп, менің қыздарымның әрқайсысы бір білей ұлға татиды, мен оларды 10 ұлға да айырбастамас едім деп отыратын. Өзінің бақытты әке екендігін анама айтуды, және бақыт үшін Аллаға шүкіршілік етуді ұмытпайтын. Мен осындай отбасында өстім. Бірақ тұрмысқа шыққан жерде мүлде басқаша. Олар ұл баланы алдыңғы орынға шығарып, қыз баланы тіпті тұлға ретінде көрмейді. Менің тұңғышым қыз бала болды. Сонда олардың ешқайсысының көңіл күйі болған жоқ. Яғни күйеуім маған сыр бермегенімен, ата-енем бұл туралы жиі айтып, жұрттың ұл тапқан келіндерімен салыстырып, менің көңілімді қалдыратын. Алғашқы перзентімді емірене иіскеп, тұңғыш немереміз ғой деп бауырына баспақ түгілі маңдайынан иіскемейтінде. Бұл менің аналық жүрегіме қанжар сұққандай әсер ететін еді. Содан екінші рет жүкті болғанда Құдайдан шын жүрегіммен тіледім. Алла, маған ұл бере гөр, тағы да қыз тапсам, менің мынау үйде түкте қадірім қалмайды. Тіпті бұлар мені осы үйден қуып та жіберетін шығар дейтімін. Жүкті кезімде бір құрбым сәбилі болды. Онымен жиі хабарласып тұратын едік. Ол босанғанда құтты болсын айтып қоңырау шалдым. Даусынан көңілсіздікті байқадым. Көңілсіздіктің себебіне қанық болдым. Ол бала тапқанымен денсаулығында кінәрат бар болып шығыпты. Бас тартайын десе, сонша қиналып тапқан баласын тастап кетуге қимайды, ал өзімен бірге үйіне алып шығуға күйеуі мен ата-енесі қарсы болып жатыр екен. Осындай қиын жағдайда қалғанын ол маған айтып жылап қалды. Сол жағдай қатты әсер етті ме, мен бастапқа ойымнан айнып, Алла қыз болса да денін сау қылып бере көр деп жатсам да, тұрсам да тіледім. Екінші перзентімде қыз бала болды. Осы сәттен бастап біздің отбасылық мәселеміз ушыға түсті. Тікелей өзіме айтпаса да, енемнің сыртымнан анамын көріп, қызын ал деген сөз рас екен. Мұның шешесі кілең қыз тапқан. Бұл да қыз таппай қайда барады дегенін естідім. Мүлде көңілім суып кетті. Бір күні қыздарымды да, өзімді де кемсітуге, адам құрлы санамайтындарына шыдай алмай, 2 қызымды алып, төркініме кетіп қалдым. Бірақ күйеуім мені сүйеді екен, қайтадан алып кетті. Мен де бір мүмкіндік беруді дұрыс деп таптым.
Кейін үшінші перзентімді Алладан жылап сұрап таптым. Ұл бала тудым. Ерекше қуандым. Осы ұл бала біздің отбасымыздағы жағдайды реттеді. Қазір бәрі жақсы. Дегенмен әлі де ата-енеме деген өкпемді ұмыта алар емеспін.